Бұл видео PhD дәрежесі туралы, оны оқу керек ба, және де менің 4 жылдық PhD дәрежемен үйренген ең басты кеңестеріне арналған. Сәлем достар, менің атым Гүлсім Құлшарова, мен Назарбаев университетінде ассистент профессор болып жұмыс істеймін. PhD дәрежемді University College London, Англиядан оқыған. Бұл арнам шетелге PhD дәрежесіне түсуге, ғылыми жобамен айналысуға және өзін-өзі дамытуға арналған. Егер бұл тақырыптардың біреу сізге қатысты болса, жазылып тіркеліп кетіңіз. PhD дегеніміз не? PhD дегеніміз ол доктор of philosophy ағылшынша, яғни философия доктор дегенді білдіреді. Бакалавриат және магистратурадан кейінгі кәсіби бір тақырыпты оқып, диссертацияны қорғап, сосын алынатын дәреже. Оны алғаннан кейін сізде фамилияңыздың алдында доктор деген қосымшаны жазуға болады. Яғни сіз медициналық доктор емес, доктор наук немесе ғылыми доктор боласыз. PhD дәрежесі бұрынғы Совет одағынан қалған докторантура, аспирантура емес, бір ғана дәреже. Оны оқығаннан кейін сізге тағы қосымша ешқандай оқу керек емес. Кейбір адамдар постдок деген постдокторал сколар немесе постдокторал феллоу дегенді естиді, ол да бір қосымша дәреже деп ойлайды. Шындығында олай емес. Сізде доктор of philosophy дәрежеңіз болса, онда сіз доктор болып атанып, ғылыми дәрежеңіз болады. Бұл сізге әртүрлі проекттерге, ғылыми жобаларға, жоба жетекшісі ретінде тапсыруыңызға жол ашады. Ал PhD бағдарламасы неден құралған және оның ұзақтығы қандай десеңіз, қай елде оқуыңызға байланысты PhD бағдарламасының ұзақтығы әртүрлі. Қазіргі кезде магистратура оқымай бакалавриаттан кейін бірден PhD-ға түсу жолы бар. Мысалы, Америкада PhD ұзақтығы инженерия саласында 5-6 жылға созылуы мүмкін. Өйткені бірінші 2 жыл бойы сіз сабақ оқып, сосын магистратура дәрежесін аласыз, содан кейін ғылыми жұмыспен айналыса бастайсыз. Кей жағдайда формалды түрде емес, адамдар PhD-ға түседі, сосын 2 жыл курстарын оқып, магистратура дәрежесін алғаннан кейін ары қарай оқымаймын деп кетіп қалады. Ондай жағдайда Америкада ол адамдарға сол дипломды магистратура үшін деп береді, ал PhD-ні бітірмейді олар ары қарай. Егер Европаны алатын болсақ, онда солтүстік Европада, Дания елінде максималды түрде 3 жыл беріледі. Англияда мен оқыған жерде мысалы 3-4 жыл, жақсы университеттер болса әсіресе 4-ші жылы сол диссертациясын жазып қорғауға жібереді. Көп кезде диссертация PhD қорғау ол сіздің супервайзеріңізға тікелей де байланысты болады. Мен Америкада бакалавриат магистратураны оқығандықтан америкалық системамен өте таныспын. Ол жерде институтты түрде емес, супервайзер, яғни жетекшіңізге тікелей байланысты болады сіздің оқуыңыз. Егер сіздің жетекшіңіз сіздің прогрессіңізге разы болмаса, сіздің оқуыңызды соза беруі мүмкін. Енді PhD-ні алу үшін бізге қандай этаптардан өту керек? Мен Америка, Англия системаларын айтқан кезде әр елде әртүрлі система. Бірақ Англияда 1-ші жылы, ал Америкада 3-4-ші жылы арнайы бір экзамен болады. Оны Америкада preliminary exam деп аталады. Америкада ол әртүрлі сабаққа қатысты 3 сағаттық, 4 сағаттық экзаменнен құрылады. Оны тапсырғаннан кейін ол студент PhD кандидат болып есептеледі. Яғни ол кандидат. Міне PhD дәрежесін алуға жақын қалды деген сөз. Ал Англияда мен оқыған жерімде, мысалы, preliminary exam деп аталмайды, ол viva деп аталады. Яғни алдын ала осы студенттің таңдаған тақырыбы дұрыс па, PhD дәрежесіне тұрарлық бағаны бар ма, және де оның прогрессі қандай екенін алдын ала презентация арқылы адамдардың алдында және экзаменаторлардың алдында тексеріп беріледі. Содан кейін студент PhD кандидат болып атанады. Бірінші оқуын бітіріп, эксперименталды түрде барлық сабағын бітіргеннен кейін студент соңғы жылы диссертациясын жазуға кіріседі. Кейбір адамдар диссертациясын алдын ала жазады, кейбірлер соңғы жылы барлық эксперименттерін, барлық жұмысын бітіргеннен кейін жаза бастайды. Ол адамның өзіне байланысты, адамның дағдысына байланысты деп ойлаймын. Менің жағдайымда мен алдын ала тек әдеби шолуларды жазып, содан кейін соңғы жылы PhD диссертациямды жазуға кірістім. Ал енді менің PhD
жолым қандай болды десеңіз, Англияда көбінесе 3-4 жылда бітіреді деген, менің жағдайымда ол одан да ұзаққа асып кетті. PhD-мді Мария Кюри стипендиясы, Еуропалық комиссия қаржыландыратын стипендияның арқасында алдым. Ол стипендия менің бағдарламамның 3 жылын ғана қамтитын. Сол 3 жылдың ішінде мен барлық жобаланған эксперименттерімді сол Англияда бітіру өте маңызды болды. Одан кейін диссертацияны жазуды мен Қазақстанда да, басқа жерде де болсын жаза алатын едім. Бірақ басынан ақ менің жетекшім алдын ала айтатын, UCL-да бізде 3 жылда ешкім бітірмейді, сондықтан алдын ала ақшаларыңды жинаңдар. Шындығынан да солай болды. 3 жылда мен эксперименталды жұмысымды бітірдім. Сосын қосымша 2 айдай уақыт өзімнің қаржымның арқасында эксперименталды тағы да жұмыс жасап, 3 жыл 2 айда мен Англиядан кетіп қалдым. Қалған уақытын үйге келе салып, Қазақстанға оралғаннан кейін мен диссертациямды жазуға кірістім. Шындығында айтсам, диссертацияны жазу 2 айдай уақыт алды. Күн сайын таңмен отырып, жазып, бәрін форматтап, сол 1-2 айда бітірдім деп айтса болады. Диссертацияны әрине де сіз жетекшіңізден оның ойын алып, соны дұрыс па, дұрыс емес жерлерін жөндейсіз. Сол кезең өте ұзақ уақыт алды десем болады, өйткені менің жетекшім студенттер кетіп қалғаннан кейін басқа жұмыстарға көңілі ауып, соның арасында көптеген айлар өтіп кетті. Әр адам әртүрлі ғой. Менің жағдайымда сондай болды. Сондықтан менің PhD-ім соңғы жылы өте қиын болды деп айтсам болады. Көп уақыт сол күтумен, ары қарай сен жылжи алмайсың, өзіңнің мансабыңмен тапсыра алмайсың да, PhD дипломың жоқ, ары қарай не істеріңді білмейсің. Мен PhD-ға дейін Назарбаев университетінде ассистент преподавателя, яғни teaching assistant болып жұмыс істегенмін. Сосын PhD-ға кетіп, қайтадан оралам деп ойлағанмын. Оралғанда постдокторлық scholar, яғни постдок позициясына тапсырғым келді. Бірақ Назарбаев университет, егер диссертацияң сенің тапсырылмаған болса, сен бізге жұмысқа документіңді тапсыра алмайсың деп сонда ереже болды. Сондықтан мен диплом тапсырылмағандықтан мен қолым байлаулы. Сол уақытта күтіп жатқан кезімде басқа жұмыстармен де айналысып кеттім. Бір жолата бәрін бітіріп кеткен дұрыс екен. Бір жолата бәрін бітіріп, сол жерде жүріп, тексертіп, алдыңда тұрған диссертацияны, оның дұрыс емесін жөндетулерін алып, сол жерде бәрін қорғап кеткеніңіз әлде қайда уақытыңызды үнемдейді. PhD саяхатынан қандай маңызды кеңестер айта аламын? Біріншіден, PhD сізге керек па деген сұрақ қоюыңыз жөн. PhD алу қандай жағдайларда дұрыс деп ойлаймын. Егер сіз бір тақырыпқа өте қызықсаңыз, ары қарай ол тақырыпты зерттеп, тереңірек білгім келеді, яғни өзімнің кәсіби мамандығым осы болады десеңіз, онда PhD сіз үшін болуы мүмкін. Екінші себебі, бұл PhD оқу менің мансабымды жоғары деңгейге көтереді десеңіз. Яғни, мысалы менің жағдайымда, мен PhD-ға барардың алдында жаңа айтқандай Назарбаев университетінде teaching assistant, оқытушының ассистенті болып жұмыс істедім. Бұл жұмысты атқарғаннан кейін мен тез арада түсіндім, ары қарай өсу үшін мансабымда маған ғылыми салада дәреже керек. Олсыз ары қарай жол жоқ. Ағылшынша glass ceiling дейді, әйнек потолок. Одан ары қарай сен көресің не бар екенін үстінде. Бірақ одан ары қарай өте алмайсың, өйткені сондай потолок тұр. Университетте жұмыс істеу маған ұнайды, бірақ ары қарай жылжуым үшін маған ғылыми дәреже керек. Сондықтан PhD жасайын деп бел будым. Үшінші жағдай, мысалы сіз бір компанияда жұмыс істеп жүрсіз, магистратураңыз бар, бірақ ары қарай қаржылай ақшаңыз өсу үшін дәрежеңіз болса, сізді эксперт ретінде басқаша қабылдайды, және де қаржылық дәрежеңіз де өседі десеңіз, онда да ондай жағдайларда PhD оқыған дұрыс болады. Қандай себептер PhD оқуға дұрыс себептер емес деп ойлаймын? Ол егер сіз жай өзіңіздің орысша эго дейді ғой, мен доктор болып атанғым келеді деген сондай ойларыңыз болса, тағы да ойлануыңызға шақырамын. Өйткені сіздің фамилияңыздың алдында доктор деп тұруы, немесе сізді басқа адамдар доктор деп атауыңыз, PhD-ға кететін энергияңызға тұрмайды. PhD ол оңай нәрсе емес. PhD кәдімгідей сізде бірнеше жыл алатын, көптеген сіздің интеллектуалды энергияңызды алатын, фокус
қажет ететін толыққанды жұмыс. Ол сіздің өміріңіз, ол сіздің уақытыңыз, ол сіздің жылдарыңыз. Соның бәрі сол доктор деп атануды тұра ма? Доктор деп атанғаныңыз бір күн болсын, 2 күн болсын сізді қуанышты жасайды, одан кейін ол қуанышыңыз қайтадан жоқ болып кетеді. Сондықтан нақты себебіңіз болмаса, онда PhD сізге керек емес болуы мүмкін. Және де егер мен немен айналысарымды білмеймін, сондықтан PhD-ға барайын деген себеп болса, тағы да екінші рет ойлануыңызға шақырамын. Ағылшынша opportunity cost дейді, экономикада бір нәрсені жасауға кеткен энергия, уақыт, ақша, сол уақытты қолданып басқа нәрсе істейтінен алып жатыр. Мүмкін сіз PhD-ға кетірген уақытыңызды басқа нәрсеге жұмсап, көбірек нәтиже ала аласыз. Сонда есіңізден шығармағаныңыз жөн. Жаңа айтқанымдай, соңғы жылы қиын болды. Ол атмосфераның өзі көп адамдарға қиын. Өйткені сол диссертация жазу кезінде ол ұзақ болғандықтан кейбір адамдар шыдамайды. Сіздің бөлінбеген көңіліңіз керек оған, жазуға, эксперименттеріңізді бітіруге, моделирование жасаңыз, соған толыққанды көңіліңіз соған кету керек. Сондай жағдайда кейбір адамдар шыдамай кетіп қалады. Менде де сондай ойлар болды. Соңғы жылы диссертацияны тексертуден мен айлап күтем жауапты жетекшілерімнен, бірақ олардан жауап жоқ. Өзі жоқтың көзі жоқ дейді. Мен күтумен көп уақыт болғандықтан, кәдімгідей мені өмір тексерген сияқты болды. Сол кезде қанша күтуге болады, мен ары қарай күте алмаймын деген кезеңдерде болды. Мен бұл керек па маған, сонша уақыт кетті, сонша нервім кетті, сонша стресс болды деп ойлайсың. Бірақ кейін ойлағанда соңына дейін жеткізу өте маңызды. Өйткені ағылшынша certainty is powerful дейміз. Соңына дейін бір нәрсені жеткізу сізге certainty береді. Certainty деген ол бір нәрсені 100% білу, 100% сенімді болу деген сөз. Мысалы, бір нәрсені сіз бастап кеттіңіз, бір айдан кейін түсіндіңіз, бұл дұрыс емес болып жатыр, бұл маған керек емес, бұл менікі емес деп. Ондай жағдай болсында сіз соңына дейін бітіргеніңіз жөн. Тек бітіргенде ғана сізге бір нәтиже келеді. Ол сізге келесі қадамға көмектеседі, немесе сізге ол нәрсе ұнамайтынына сіз көзіңіз жетеді. Ал егер ерте сіз тастап кетсеңіз, бітірмей соңына дейін, онда мүмкін ол басқаша болар еді деген бір сенім ішіңізде болады. Ол сенімді 100% білу үшін сіз ол жобаны тек бітіргенде ғана, сонда ғана сізге көзіңіз жетеді. Сондықтан ұнаса да, ұнамаса да бітіргенім өте дұрыс болды деп ойлаймын менің жағдайымда. Сосын тек бітіргеннен кейін ғана менде басқа есіктер ашыла бастады. Оға дейін бұл маған керек па, мен бұның дипломмен не істеймін деген көп ойлар болады, күмәндар туады. Бірақ тек бітіргеннен кейін PhD-ні сіз бұл дұрыс болған екен, маған анандай жоба ашылды, маған мына есік ашылды, көптеген мүмкіндіктер ашылады. Сондықтан 80%-ын бітіргенде соңғы жылы тастап кеткен адамдарға өте қиын. Бірақ сол қиыншылықтан өтсеңіз, өзіңізге мыңдаған рахмет айтасыз кейін. Нағыз өмірде тұрарлық нәрселер ол қиындық туғызатын нәрселер. Қиын болғанда ғана сіздің рухыңыз өседі. Қиын болғанда ғана сіздің адам ретінде ішке сиярлық өзіңіздің көлеміңіз өседі. Мысалы, сіз 60 ваттық лампочкасыз дейік. Сіздің ішіңіздегі энергияңыз тек 60 ваттық лампочкаға жетеді. Ал келесі деңгейіңіз сіз алғыңыз келетін. Ол, мысалы, 200 ваттық энергияны талап етеді. Сыйымдылықты талап етеді. Сол сыйымдылығыңызды арттырудың ең тез жолы ол қиыншылықтан өту. Сіз тек сол қиыншылықтан өткеннен кейін ғана сіздің сыйымдылығыңыз артады. Сіз сол келесі деңгейдегі 200 ваттық энергияны ала аласыз, сіз 200 ваттық лампочкаға айналасыз. Сондықтан біз қиыншылықты жаман нәрсе деп айтуымызға болмайды. Өмірімізде былай қарап тұрсаңыз, жақсы жаман нәрсе деген жоқ. Бір нәрсе жаман болып көрінгенмен, 1-2 жылдан кейін ол қандай жақсы болғанын көріп жатасыз. Көп жағдайда сондай болады. Сондықтан бір қиыншылық келсе, одан қашпай, жоқ, мен оны өтем, ол мені келесі деңгейге көтеретін нәрсе алдымнан шығып тұр деп
қабылдау дұрыс деп ойлаймын. Соны мен PhD-дан үйрендім десем болады. Өйткені күмәндарым болғанда бұл тақырып маған ұнамайды, мен уақытымды өткізіп жүрмін деген ойлар болғанда, олардың бәрі мені тексеретін қиыншылықтар екен. Сол қиыншылықтан өткеннен кейін адам өзіне ол да менің қолымнан келеді екен деп бір сенімге келеді. Оған дейін мен істей алмайтын нәрсе деп ойлаған нәрсе шындығында да істелінетін нәрсе, қолымнан келетін нәрсе екен деп түсінеді. Солайша адам потенциалын ашады деп ойлаймын. Тағы барлық жаңа нәрсе басында қиын болады. Ағылшынша айтады everything is difficult until it gets easy дейді. Жеңіл дегенге дейін бәрі қиын дейді. Бәрі басында бастағанда қиын да, сосын үйренгеннен кейін, бір уақыт өткеннен кейін, энергия сіз кетіргеннен кейін ары қарай жеңіл дейді. Сол нәрсе PhD-де ғана емес, қандай нәрсе бастап жатқанда басында қиын болады. Сол қиындықтан өткеннен кейін ғана сізде жеңіл қолыңыздан бәрі келетін болады. Сонымен қатар сіз өзіңізге сенім жоғарылатасыз. Сеніміңіз туралы айтып кетсем, ағылшынша competence makes confidence дейді. Яғни білу біздің сенімімізді арттырады. Ол балаларға да қатысты. Бірнеше эксперименттер жасаған ғалымдар, кішкентай балалар үйінде көмектескен көп балалар кейін өмірде көбірек жетістікке жетеді екен. Яғни ол не деген сөз? Балалар бір кішкентай нәрсе болсын үйде жұмыс істей алса, ол өзіне өзі сенімділігі артады. Үлкен адамның көмегінсіз өзім оны істей алам деген бір сенімділік артады. Сол сияқты да қандай жаста болмасын, өзіңізге сенімділігіңіз төмен болса, оны арттырудың бірден бір жолы көбірек қабілет үйрену. Өзімді айтып кетсем, мен PhD оқып жүргенде, бітіргеннен кейін де сондай көп күмәнданатын өзіме. PhD бітіргеннен кейін жұмыс істей бастағанда ғана сол профессионалды түрде сенімділігім арта бастады. Неге? Өйткені жұмыста мен кішкене болса да жетістіктерге жете бастадым. PhD кезінде менің қолымнан жазу келмейді деп менде 100% сенім пайда болды. Тақырыбым қиын болғандықтан мен жаза алмаймын деп ойладым. Публикацияны журналға тапсырғанда жоқ деген жауап келгенде мен сенімім одан ары түсіп кетті. Еңсе түсіп кетті. Соны адам өзінің ішінде рухы сенбесе, онда өмірде ары қарай жылжу да қиын емес пе? Егер сіз өзіңізге сенетін адам болсаңыз, сізге құттықтаймын. Ол өте керек, өте жақсы нәрсе. Өйткені бізде өмірімізде оған тұрарлық деген нәрселер ғана бізге келеді. Мен бұл нәрсеге тұрмаймын десеңіз, ондай нәрсе сізге келмейді. Тек сенімділікті арттырғанда ғана бізге өзімізге керек нәрселер келе бастайды. Ал сенімділікті арттырудың жолы ол компетенция, яғни көбірек дағдыларды үйрену, өзіңіздің мансабыңызда көбірек қабілет білу және де жетістіктерге жету арқылы сіз ары қарай өзіңізге сенімділігіңізді арттырасыз. Осымен осы видеоны тоқтатайын. Егер сізге PhD-ға шетелге түсуге көмек керек болса, консультацияға жазылам десеңіз, маған жекеме жазып кетіңіз. Назарыңызға көп рахмет.